өздік құрап, Жарасылар күніне арналған мерекеге жаңа күжірмен туларды тапсыру аземіне тізілді. Генерал-майор Шаршаев. Бүгін 28 майда Қырғыз Республикасының министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиевтің қатысуында Баткен жергесінде чегарашыларға бірқатар объектілер тапшырылды. Алғаш 20-22 аскер бөлігінде майрамдық құттықтау сөзін сөйлеген Камчыбек Ташиев 7 аскер бөлігіне күжірмен ту тапшырды. Саламатсыңар ма жауынгерлер? Еркін тұр! Республикасының ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің шекара қызметінің Баткен облысы бойынша бірінші басқармалығы. Қырғыз Республикасы ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің шекара қызметінің Баткен облысы бойынша бірінші басқармалығына әрбір шекарашыға батырлық қағида салттарды, мекенді қорғау және аға берілгендік менен қызмет қылуының ұйық міндеттерін, Қырғыз Республикасы Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоо, өз күчүн, эгерде керек болсо, Қырғыз Республикасы эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн жанын аябастан сактоо жөнүндө эскерткич катары тапшырылат. Қырғыз Республикасы президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Өлкөбүздүн президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасына ылайык мамлекет тарабынан чегара кызматын материалдык техникалык жактан жабдууну жакшыртуу, чегарачылардын эмгек маянасын жогорулатуу, социалдык жактан коргоо, алардын үй бүлөлөрү менен ыңгайлуу батирлерде жашоосун камсыз кылуу боюнча көп иштер жасалууда. Бул аракеттер мындан ары да улантылат. Анткени үй бүлө чегарачы үчүн ишенимдүү тыл. Урматтуу чегарачылар жана ардагерлер, дагы бир рет сиздерди майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бардыгыңыздарга чындын соолук, бакыттаалай жана Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жооптуу жана сыймыктуу кызматта жаңы ийгиликтерди каалаймын. Кыргыз Республикасы чегарачылар күнү чегара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгы жана күжүрмөн туу алышыңыздар менен куттуктаймын. Сатимов Даниил Илкебаевичке генерал-майор жогорку аскердик намы ыйгарылсын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров, Бишкек шаары, 2024 жылдын 20 майы номер 123. Андан соң 20-22 аскер бөлігіне құрылған жаңы штаб жана казарманы ачып, түзүлгөн шарттарын чегара кызматынын жетекчилиги жана кызматкерлери биргеликте таанышып чыкты. Имаратта аскер кызматкерлери үчүн заман талабына төп келген бардык шарттар камсыз кылынган. Üç bala. Üç bala. Балдар не olur? Okuyup sadika var abi. Okuyup, iki okuyup bir sadik var. Okuyan balдар avtobus taşıyor da? Taşı oda. Kaça kanday yok taşıyor? İkisi hemen taşıyor da, ertemenki. Ertemen alıp gelir, kayra alıp gelir, kesin alıp. Avtobusda vardır, bir kere para alıp gelir. Tak taşın. Bana çıkalım, sönem bana. Aylık aksan da? Aylık akı jakşı. Kaç alasın? 75. 75 alasın. Kolum, he? Жалғастыра, бұл бала көптен бері істейді, қамтатшы. 4 жыл өмірдің зарплатаны қаншасын екен? Қаншалты мені? 17.000, 15.000. 17.000, 15.000 alçalıyım. Azı kaç aldırsın? Pensiyonenin 82.000 aldın. 82.000 aldın. 17.000 zarfat alıyorum, azı 82.000 alırsın. Видишь? То есть, bundan 3 yıl murdağı ayırma var. 3 yıl ötesi oldu. 17'si olsa 4 есе, 5 есе daha çok olur. İyilik olsun, dezolat olur, жақсы деген, ha? Жақсы деген. Қызматты атқарылады.
Қанша уақыт қызмет қылғаныңыз? 5 жыл. Так, ушул именно ушул жерде қанша жылдан қызмет қылып отырсыз? 5 жылдан бері. Так, азыр қайерде ішіп отырсыз? Ушул жерде. Шартына өзгөрдүңүзбү? Жакшы болуп калдыбы? Жумушуңар жакшы болуп калдыбы? Так. Мындан 4 жыл алдын қанша айлық аласыз? 12.500 аласыз, э? 4 жыл алдын, да? 12.500. Азыр қанша алып отырсыз? Азыр 74 мың алып отырсыз. Жетіп отырбы? Жақсы. Жолдошуңуз да бул жерде иштейби? Жақсы экен анда. Сиз 82 мың алсаңыз, жолдошуңуз канча алат? 86 алат. Ну, жетет экен да бир үйдө. Ийгилик болсун. Жаштар иштейби, Денсаулықтар жақшыбы? Кім біледі шахматты? Сенші, білесің бе? Сен білесің бе шахмат ойнашты? Я. Точно білем. Қана жүрші? Білгенді текшілейді сені. Жүрші. Қойдың ба ақырын, Анда мұнда қачып кеттің, көрдің бе? Жүр, смелый. Вот шын мен сені күттім еді, шындай қылады деп. Молодец. Мен мына қойдым мұны. Так, мұны оңды мен жоқ қылайын ақырын. Жүрдің ені мұна шақ. Не болды? Қаяға жүресің? Мат болдым. Маты? Жақсы болдым. Мақыл болды? Апаларды сағынып отырсыңар ма? Айнанға апаңды сағынасың, туған жерді сағынасың, атаңды сағынасың, бір туғандарды сағынасың. Шының барлығы мемлекетіміз үшін, еліміз үшін. Мақұл ғой? Жақсылап жүрді. Денсаулық қарап. Тамақ қандай? Тамақ жақсы не? Bir-birine uruşmalar. Maqul bu? Uruşmay bir-birine qo'llab turib xizmat qilishdi. Tashlab qaramiz, ha? Салаттарды құрсағы тоқ болуш керек, таза тамақ жеш керек. Анан ушу тамақтан эгерде уурдай баштай турган болсо бирөө жак, тамақтан кыса баштай турган болсо, анда уже чатак. Мақұл? Ушунчу күчүңүз жумшак. Зарплата болгондо сиз хозяйсыздар бул жерде. Мақұл? Жарайт. Сиз ишенем, Камчыбек Ташиев өткөн жылы атылган аскер бөлүгүнө жакын жайгашкан чек арачылар үчүн курулган 48 батирди тапшырган болчу. Бул жылы ага кошумча дагы 32 батир бүткөрүлүп, аскер кызматкерлерине ачкычтары тапшырылды. Аскер кызматкерлери үчүн ушул аймактын өзүнө дагы 60 батирлүү көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. Камчыбек Ташиев курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, жыл аягына чейин сапаттуу жана бардык жашоо шарттары менен курулуп жаткан үйдү бүтүрүүнү тапшырды. Сіздің майрамыңарды, ой, красавицалар. Ой, молодецтер. Ой, қандай жақсы ой. Қандайсың? Аты кім сенің? Қанеке? Каникулға шықтыңар ба? Қандай оқыдыңар? Жақсы оқыдыңар ба? Так, сен оқуға барғанда автобустар апарып атты ба? Автобус апарады, автобус алып келеді, а? Қиналған жоқсыңар ба? Жақсы. Ата-енеңердің тілін алып отасыңар ба? Сіздер дағын ата енеңерге оқшап, мемлекетті қорғаған, мемлекетті сақтоочу, қорғоочу боласыңар ба? Ай, молодцы, молодцы. Жақсы денсаулықта оқыған, а? Балдарым, қыздарым, жақсы жүргізіп.
Кандайсыздар ата-энелер? Жакшысыңарбы? Үй кандай болуп атат? Үйдө жашап атасыңар? Жакшы элеби шарттары? Түзгөн элеби? Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы бар. Ошол чегарачыларды, чегарада кызмат кылгандардын үй бүлөлөрүнө толук бойдон толук шарттарды түзүп бергиле деп тапшырма койгон. Ошонун негизинде мына келип отурабыз, жасап атабыз колубуздан келгенин. Президентибиз ар дайым сурап атат. Бүгүн эртең менен дагы мен бул жака учаарда салам айтты баардыгыңыздарга. Урматтуу президентибиз саламын силерге жеткизип коеюн. Так, анан ушу мына үйлөрдү жасап берип атабыз, дагы үй салып атабыз. Мына бул жерге болсо бала бакча салып атабыз. То есть барлык шарттарды түзгөнгө аракет кылып атабыз. Так. Парк. Садыр Жапаров. Садыр Жапаровпу? Садыр Жапаров Бишкекте сага салам айтты. Мына. Көрдүңбү? Атың ким? Нурнамыз. О, сага Садыр Жапаров салам айтып берди. Уктуңбу? Молодец. Сен менден бедер кабагың каттың. Құдай қаласа Алла ашып сен де жақсы болып кетесің, да қызым? Қандай жақсы ма? Жаңа келіп жүрсің ба? Молодец. Мекенді қорғайсың ба? Рахмат, Алла разы болсын, сеңерге қош берсін. Тынч болыңдар, заманыбызда да тынч болсын, сен аман, бардығы болсын. Шунчалық даражаға неме қылыпсың, ішіңе қыбаж берсін. Бай машияттағыларға бесен болсын, мына шу балдардың өмірлері ұзақ болсын. Шу чегарадағы балдардың ден солығы жақсы болсын. Рахмат, тынч болыңдар, денсаулық болыңдар. Урматтуу чегарачылар, чегара кесибин аркылуу абдан татаал, чоң жоопкерчилик экенин жакшы түшүнөбүз. Андыктан абдан жооптуу, татаал жана сыймыктуу кызматыңарда албан ийгиликтер болушуна тилектешмин. Амандыкта, ден соолукта болуп, элибиздин ишенимин актап, ак ниет ишиңиздер менен сыймыктангадай даражага жетишиңиздер. Майрамыңыздар менен, урматтуу чегарачылар. Рахмат. Қалаңыз, отырыңыздар. Омен тыныштық болсын, ушу үйдө бакыттуу болсын. Мамлекетибизде тынчтык болсын. Сенин үйүңдө тынчтык болуп, бала чакаң менен, келинчегиң менен ойноп жүрүп жүргүлө. Көп балалуу болгула. Квартирада турганбыз. Анын бияка көчүп келдик бүгүн. Аябай кубанып турабыз. Сүйүнүп. Квартира 2 бөлмөлүү, кухняны кошкондо 3. Аябай шарттары жакшы, соонун түзүлгөн. Бүт бардык шарттары бар. Жакшы бардыгы бизге жакты, аябай жакты. Балдар аянтчасы дагы бар. Баламды кечке эшикке алып чыгып ойнотуп. Жакшы. Эртең атаңарды эңиңер сез алмаштырасыңар. Макулбу? Жакшы жүргүлө. Молодцы. Бул жерде мына 60 дедиңизби? Ооба, 60. Так, дагы бир 100 адамга жетпейт деп атасыз, анда дагы бир үй куруш керек экен, ошо жетет экен, Ооба, дагы бир 60-80 квартиралык курсак жетет экен, Андан соң УКМК төрагасы чегара кызматынын Бөрү Атайын багыттагы отрядына курулган аскер бөлүгүнө барып, ачылуу аземине катышты. Бөрү Атайын багыттагы отрядына да заман талабына ылайык келген бардык шарттар түзүлгөн. Аскерлердин кызмат өтөөсү жана эс алуусу үчүн керектүү шарттар толугу менен түзүлгөн. Бул аскер бөлүгүнүн курулуш иштери өткөн жылы башталган болчу.
ألف لام ميم رزقناهم إليك وما هم بالآخرة هم يوقنون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 الله أكبر 같이 가라고 들어가지. 없어. 그치? 네. 더 점점 잘 돼. 더. Бұл оқу орнында 7 элемент бойынша тоо тоскоолдуктарынан өтүү. Бұл тоскоолдукта экиме эки коюнду алып башка көргөнчө Камчыбек Ташиев учкучсуз учуучу аппараттардын иштөө режими менен да таанышып, окуу даярдыгына күбө болду. Шарттуу бутага сокку урулуп, окуу даярдыгы тийиштүү даражада аткарылды. Камчыбек Ташиев Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун атайын өкүлдөрү менен биргеликте чек ара коопсуздугун камсыздоо үчүн керектүү болгон жаңы каражаттар менен таанышып чыкты. Уюм менен кызматташуунун алкагында чек арачыларга унаалар тапшырылды. Мамлекет сіздерге ишенип отурат. Мамлекеттин тынчтыгын сактаган, коопсуздугун сактаган, келечегин аныктаган жигиттер мына силерсиңер. Ошондуктан урматтуу президентибиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун бизге берген негизги тапшырмалардын бири сиздерге шарттарды түзүү. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, кыйда шарттарыбыз оңолуп калды. Мындан 3 жыл алдын кандай элек, азыр кандайбыз? Айлык акыларыбыз, турак жайларыбыз, жашаган жерлерибиз, иштеген шарттарыбыз, курал жарактарыбыз, техникаларыбыз айта берсе көп бардыгыны жаңылап кайрадан түзгөнгө аракет кылып атабыз. Негизинен кайрадан түзүп калдык. Урматтуу жоокерлер, мындан ары сиздерден негизинен коюлган талап мамлекетти көздүн карагендей сактоо. Мамлекетибиздин келечегин аныктоо. Балдарыбыздын Кыргыз мамлекетинин бүтүндүгүн, Кыргыз мамлекетинин чек арасын ар дайым коопсуз кылып сактоо мына сиздердин милдетиңиздер. Ден соолуктуу болгула, бири-бириңерге жардам бергиле, бири-бириңерди колдогула. Эч качан бири-бириңерге мындай жамандык кылбагыла. Бул турмушта баарыбыз бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Силер мамлекетке жардам беришиңер керек, мамлекет сиздерге толук бойдан жардам бергенге милдеттүү болуш керек. Майрамыңыздар менен урматтуу жоокерлер. Камчыбек Ташиев чек арачылар үчүн курулган жаңы ашкананы көрүп, аскерлер менен биргеликте майрамдык түштөнү кылып, тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берип, Баткенге болгон бул жолку жумушчу сапарын аяктады. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион Баткен облусу.